Құрметті менің ұлдарым, әке жолын жалғастырамын деген қадамдарың мені қатты қуантты. Алайда, біздің таңдаған мамандығымыз өте ауыр екенін естеріңе салғым келеді. Кей ауыр күндерде бірнеше рет өмір мен өлімнің арасында жүріп, өз басыңды бәйгеге тігетін сәттер болады. Жұмысыңның ауырлығын көре тұрып, журналистер бізді мақтап мадақтамады. Ақындар бізді өлең шумақтарына қоспады деген ойларың мазаламасын. Себебі, біздің жұмыстағы ең үлкен жеңістің өзі будақтаған түтін арасынан қайғы мен қасіретті көрсетеді. Біздің атқарып жүрген қызмет, мақтангершілік, әдемілік ұғымдармен ұштаспасы анық. Сағаттап жалын арасында өзге біреудің дүниесін құтқарамын деп алысасың. Ыс сасыған көк түтінде ажалмен тіресіп, өзгенің өмірі үшін әбігерге түсесің. Өз жұмысыңды мінсіз атқарған күннің өзінде мұңлы жанарлар мен жасқа толған көзқарастарды көресің. Өрт сөндірушілердің ауыр жұмысының жемісі осы. Лаулап жанған жалынға жолдастарыңды бастап кіруге батылдарың жетпей, шегінуге қадам жасаушы болмаңдар. Себебі сендердің батылдықтарың мен біліктіліктеріңнің арқасында ғана жолдастарың да, жапа шегуші де, өзіңнің де аман қалудың кепілі екендіктеріңді ұмытпағайсыңдар.